Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы менің қаламым. Балалар, бүгінгі сабақта біз оқыған материал бойынша дұрыс аппаратты табуды үйренеміз. Түстерді ажырата алуды үйренеміз. Ребята, сегодня мы на уроке научимся находить нам нужную информацию по прочитанному материалу и научимся различать цвета на казахском языке. Жаңа сөздер тыңдаймыз, қайталаймыз, сөздік дәптерге жазамыз, жаттаймыз. Түс, цвет, қызыл, красный, жасыл, зеленый, сары, желтый, ақ, белый, қара, черный, көк, синий, күлгін, фиолетовый. Балалар, сөздік дәптерге жазып алыңыздар. Жаңа сөзді үйренейік. Бұл қызыл кітап. Бұл жасыл дәптер. Бұл қызғылт ұштағыш. Бұл қара ермек саз. Бұл ақ өшіргіш. Бұл күлгін қалам. Бұл көк қаламсауыт. Бұл сары қарындаш. Балалар, сөздердің қалай айтылатынын еске сақтаңдар. Ребята, запомните произношение этих слов. Ал енді, балалар, осы оқу құралдары бізге не үшін керек? Сен қаламмен не істейсің? Мен қаламмен жазамын. Мен кітапты оқимын. Мен өшіргішпен өшіремін. Мен сызғышпен сызамын. Мен қаламмен жазамын. Я пишу ручкой. Мен кітапты оқимын. Я читаю книгу. Мен өшіргішпен өшіремін. Я стираю резинкой. Мен сызғышпен сызамын. Я черчу линейкой. Оқылым. Енді, балалар, мәтінмен танысайық. Бірінші тапсырма 92-ші бет. Тыңдаймыз, оқимыз, слушаем и читаем. Менің үйім дүкеннің жанында. Мен дүкенге барамын. Дүкеннен көк қалам, жасыл дәптер, ақ өшіргіш сатып аламын. Менің ұштағышымның түсі қара. Маған күлгін қалам ұнайды. Мен оны досыма беремін. Ал енді, балалар, жаңа тыңдадыңдар ғой. Енді сұрақтарға жауап беріп көріңдер. Бірінші сұрақ. Дүкен үйіңе жақын ба? Дүкеннен не сатып аласың? Сенде күлгін қалам бар ма? Ал енді осы сұрақтарға мәтін бойынша жауап беріп көріңдер. Ребята, попробуйте самостоятельно ответить на эти 3 вопроса по тексту. Жазылым. Балалар, дәптерлеріңді ашыңдар, бүгінгі күнді жазыңдар. Қарашаның 20-сы менің қаламым. Қазір сендер 5-ші тапсырманы 92-ші беттегі орындайсыңдар. Суреттің орнына қажетті сөзді қойып жаз. Вместо картин вставь нужные слова и перепиши предложение в тетрадь. Например, мен дүкеннен қызыл дәптер, көк қалам. Дальше вы пишите сами, дополняйте предложение. Түсіндім. Сұрағым бар. Түсінген жоқпын. Балалар,
сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.